Ассаляму алейкум достар, қалайсыздар? Біз бүгін талқаннан сіздерге жент жасап көрсететін боламыз. Алдымен осылай талқанды алып, бір ыдысқа салып, үстіне шекер салатын боламыз. Жақсылап араластырып, ортасын ойыңқырап кішкене май қосамыз да жақсылап тағы араластырып, басы бірігетіндей. Май аз болса май қосып тағы да араластырамыз. Негізі мен ол түріне мейіз қосқан болатынмын. Ал мен тағы екінші түріне шекер қоспай, варенка, сгущенка қостым. Шахмат қылып жасағым келді. Екі түр қылып, оған мейіз қоспадым. Осылай әртүрлі формаларға салып, шығып үстінен қатты басып, нығыздалуы үшін неше түрлі формаларға салып шықтым. Осы дүкендерге барғанда балаларымыз әртүрлі сырттары жылтыраған, ішіне түс қосылған, бояғыш заттары көп нәрселерге өте құмартып тұрады. Осы жент өнімін тек қана бір айт мерекесінде, ауызашарларда ғана байқап дәмін татқаннан көрі, осылай балаларымызға жасап немесе сатып алып берсеңіздер, өте дәруменге бай өнім. Бала емізетін аналарға өте пайдалы, үстін құнарландырып, өте жақсартады негізі. Баланың өсуіне жалпы витаминдер өте көп қой. Сондықтан дүкеннен әртүрлі нәрселер алып бергеннен көрі, арзан әрі пайдалы нәрсеге балаларымызды қуантып тұрайық. Осылай формаларға салып, кезекпен кезек тоңазытқышқа жібердім. Ал балаларымыз жемейді бұндай дейтін болсаңыз, неше түрлі әріп формалар бар. Әртүрлі балаларды қызықтыратындай бетіне шоколад жағылған, әртүрлі сондай әрленген түрлеріне заказдар берсеңіздер болады. Осылай балаларымыз өте қатты жақсы жейді. Үлкендер де жақсы жейді. Негізі шаймен ішкенге, күн суытқанда жақыныңызбен жесеңіз өте керемет дүние. Осылай барлығын салып, тоңазытқышқа жібердім. Ал нәтижесін көруге асықсаңыз, оның нәтижесі мінекей мынандай болып шығады. Егер сіз қандай да бір тәсіліңіз, өзіңіздің сондай рецептіңіз болса, бөлісе кетіңіз. Осылай дастарханға құртпен, осылай шоколад түрімен де жасаса болады. Ірімшікпен дастарханға қойса өте керемет кетеді. Рахмет.